Баршаңызға сәлем. Бүгін Аянаттың асханасында нан басма немесе нан бости тамағын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Рецепті міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен үлкен ыдысқа немесе қазанға сұйық майды құямыз, жақсылап қыздырамыз. Май қызғаннан кейін картопты саламыз. Егер картоп ірі, үлкен болса, ортасынан бөлеміз. Мінекей осылай майға салып, араластыра отырып, қызартып қуырамыз. Картоп қуырылғаннан кейін майдан аламыз. Қазандағы артық майды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді қазанға етті салып қуырамыз. Мен аздап қазы қостым. Етті біраз қуырғаннан кейін пияз қосамыз. Қазанның бетін жауып, пиязды жұмсарғанша қуырамыз. Осы уақытта нанды дайындаймыз. Мен үйде өзім қолдан жапқан, пісірген нанды қосамын. Сіздер қаласаңыздар дүкеннің лепешкасын қолдансаңыздар болады. Пияз қуырылғаннан кейін қызанақ, болгар бұрышын саламын. Қуырылған картопты саламын. Осы жерде тұз қоссаңыздар болады. Менде ет тұздалған болғандықтан тек қана қара бұрыш және паприка септім. Дәмдеуіштер, су құйдым. Су қайнағаннан кейін нанды бетіне осылай видеода көрсетілгендей жауып шығамыз. Ең соңынан тамақтың артық буы сыртқа шықпас үшін үлкен тарелкамен бетін жауып, қақпағын жауып, осылай орамалмен орап қоямыз. Баяу отта шамамен 1,5-2 сағат пісіреміз. Біздің тамағымыз дайын болды. Байқағандарыңыздай өте оңай жасалуы, қараңыздар қандай тәбеташарлық болып шығады. Нанға еттің, картоптың, ішіндегі көкөністердің иісі сіңіп, дәмі сіңіп, өте жұмсақ болып шығады. Каналға алдағы уақытта шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Егер рецепт ұнаса лайк басып, төменге пікір жазуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Аянат.